елбасы мен тәуелсіздіктің тығыз бір-бірімен байланыстығын. Ана егіз ұғым деп айтсам да артық емес. Тәуелсіздігімізді баянды қылып, бүкіл әлемге қазақтың атын шығарып келе жатқан елбасымыз. Сондықтан да бүкіл жетістігіміз елбасымен байланысты. Азғантай уақытта қаншама өзгеріс болды. Зауыттар салынып, Қазақстанның екінші қақпасы ашылып. Кезінде ойламаған мақсаттарына біздің жастарымыз жетіп отыр. Бұл тәуелсіздіктің арқасында. Ол жаңа елбасымыздың саясаты арқасында деп білеміз. «1991 жыл 16 желтоқсан Қазақстан тарихының жаңа дәуірі басталған күн. Еліміз өз президенті, ұлты мен ұлысы, мәдениеті мен экономикасының қаңқасын қалыптастырып, мемлекетіміз шекарасын бекітті. Етек жеңін жинап, дербес ел болды. Президентті басшы қылып, конституциялық комиссия құрылды. Олар өзінің қатар жұмыстарын жасап жатты. Енді міне осы уақытта сол жаңа тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін оның енді мемлекеттік басқару жүйесі қалай болмақшы. Сол уақыттағы алғашқы қабылданған шешім парламенттік басқару жүйесі, сосын мемлекеттің 3 тармағы, яғни заң шығарушы орган, сот органдары, сосын атқарушы орган. Егемендіктің алғашқы жылдарында ата заң, мемлекеттік рәміздер, ұлттық валюта, Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен Сарыарқадай сайын дала төсінде жаңа астана пайда болды. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүшелікке өтіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Саяси маңызы бар халықаралық келісімдер жасалды. Экспо 2017, 5-ші Каспий саммиті сынды әлемдік маңызы бар шаралар ұйымдастырылды. Мұның барлығы елдегі бейбітшілік пен елбасы саясатының арқасында жүзеге асты. Ана тілімізді түлетіп, ата дінімізді оралтқан айшықты елміз. Тағылымы тарихымызды түгендеген жоралы жұртпыз. Барша қазақтың бас біріктірген бәтуәлі ұлтпыз. Біз даламыз бен қаламызды бірге көркеткен қуатты халықпыз. Арқа төсіне тәуелсіздігінің салтанатты символы ел ордамызды орнатқан жасампаз жұртпыз. Мен Астана салған ерлігін өте жоғары бағалаймын. Елбасының менің Маңғыстауыма әлемнің әр жерінде бытырап жүрген жерлестерімді қайтадан алып келген еңбегіне мен разымын. Қазақстанға қоныс аударған өзге ұлт өкілдерінде кеудесінен итермеді. Осылайша сан алуан ұлт пен ұлысты көк тудың астына жинап, берекесін сақтаған мемлекетке айналды. Бүгінде елдегі 130-дан аса ұлт бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруі осының дәлелі. Достық, татулық, ынтымақ елдің басты байлығы. Мұның барлығын ұйыстырып, бір арнаға тоғыстырып отырған елбасы екені баршаға аян. Өңірдегі өзге ұлт өкілдері де мұны жете түсінеді. Қалаған жұмысыма бар алам, кәсіпкер болғым келсе кәсіпкер болам. Мысалы достарым бар, басқа ұлттардан да, шешендер, өзбек, басқа да Дагестан халқы болсын, орыс халқы болсын, олардың барлықтары осындай еркен өмір сүріп жатырмыз, достығымыз жарасып, осы бірлігіміз жарасып. Ол жаңа елбасымыздың саясаты арқасында деп білемін. Тәуелсіздікті көзіміздің қарашығындай сақтау барлығымыздың да міндетіміз деп білеміз. Солдықтан да біз балдарымызға қазірден отанға деген сүйіспеншілікті, тілге деген тілде үйретіп келатырмыз. Тәуелсіздіктің Маңғыстаудағы жемісі Мұнайлы ауданы. 2007 жылы президент келіп ашқан жас аудан күн сайын қарыштап тамып қанатын кеңге жайып келеді. Мынау тарихи кадрлар елбасы жарлығымен ашылған ауданның алғашқы кезеңі. Қазақстан тәуелсіз ел болып, тізесінен көтеріліп, терезесі үлкен өркениетті мемлекеттермен тең болғаннан кейін соған сеніп ағайындарымыз келіп жатыр. Оның ішінде мемлекеттің көмегімен келіп жатқандар да бар. Өздері де келіп жатқандар да бар. Мінекей, осы аудан құрудың арқасында
сіздерге мемлекет жағынан үлкен қызмет көрсетіп отыр. Мұнайлаудан тәуелсіздіктің тұңғыш деп атаймыз. Елбасының өзі келіп артынан ашты. Енді ол кездегі халықпен кездескендегі 5-ші мектептің ішінде болды кездесу. Халықпен сөйлесу, халықтың ол кісіге айтқан рахметі бір енді көңілде қалатын нәрселер. Шынайы жүректен шыққан бір тебіреністер болды. Елбасына деген халықтың өте ризашылығы өте жоғары. Тәуелсіздігімізді баянды қылып, бүкіл әлемге қазақтың атын шығарып келе жатқан елбасымыз. Сондықтан да бүкіл жетістігіміз елбасымен байланысты. Біз оны халық та бәрі де біледі. 2018 жыл. Ел тәуелсіздігіне 27 жыл. Егемен еліміз өсті, өнді, жаңарды, жаңғырды. Тәуелсіз мемлекетпен қатар 9 жылдың торабында тұрған Маңғыстау облысы да қарқынды дамып келеді. Қадырып салсындар, рахмет. Елге керек, жұртқа керек, қонақтар таңқалатын болады. Каспийдің жағасы бізде. Осыдан басқа деңізде тұрған жалғыз бірден бір қала ол Ақтау. Сондықтан осындай болсын деп армандадық, осыны істеп жатырмыз. 2018 жыл. Маңғыстау тарихында алтын әріптермен жазылып қалатын кезең. 5-ші Каспий саммиті ұйымдастырылды. 5 мемлекеттің президенті Ақтауда бас қосып, конвенцияға қол қойды. Осылайша, теңіздің құқықтық мәртебесі анықталды. 20 жыл түйіні шешілмеген мәселеге нүкте қойылды. Ақтау үшін тарихи болып қалатын мәселе, және біз үшін Каспий теңіздің төгірі жағалауындағы тұрған елдердің барлығы үшін қарым-қатынас, экономикалық өңдеу, өру деген өте жақсы болады. Каспий конституциясына Маңғыстау жерінде қол қойылуы тегін емес. Себебі өлке Каспий арқылы 4, ал құрлықта 2 мемлекетпен шектесіп жатыр. Еліміздің теңізге шығар қақпасы саналатын өндірісті өңір. Каспий Қазақстанның көрші мемлекеттермен байланысын бекітіп, алыс-беріс пен барыс-келісті ширатып отыр. Биыл Ақтау порты арқылы 3 миллион тонна жүк өткен. Ал Қазақстанның екінші теңіз қақпасы құрық портына 500-ге жуық кеме аялдаған. Тәулік бойы қазақ астығы, мұнай мен тыңайтқыш көрші елдерге жөнелтіледі. Негізгі капиталға 448,7 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды. Келер жылы бұл көрсеткіш еселене түсуі мүмкін. Келесі жылы 19 ғана жоба деп отырмыз, бірақ 19 жобаң биылғы ақшаның көлемінен 5 есе артық болайын деп отыр. Енді ол қазір алдымызда күтіп отқан бағыттардың бірі. Екіншіден, бұл туризм саласы. Туризм саласы біздің елдің болашағы. Өткен елбасы келгенде осы болашақты Анталия жасау керек деді ғой. Оған толықтай мүмкіндік те бар екенін мен оған сенімдімін. Кешегі мына жағалаудың өзі ішкі туризм дамытуға тікелей мүмкіндік туғызды десем артық емес. Бір кештің өзінде жылы күндері жағалауға 50 мың, 60 мың адамға шейін шығып отырды. Бұл енді тек қана біздің өзіміздің ауылымыз. Ал мына өткенгі жағалау ашылғаннан кейін Алматыдан, Астанадан, басқа облыстардан қаншама азаматтар соны көрем деп келгендерін өз көзімізбен көрдік. Маңғыстаудың туризмдегі потенциалы жоғары. Облыстың ішкі табысының 1,2% осы салаға тиесілі. Жыл басынан бері облысқа 200 мыңнан астам турист келді. Жергілікті кәсіпкерлер Каспий теңізін тек минералды шикізат өндіретін алып бассейн ретінде қарастырмай, туристік мүмкіндігіне де назар аудара бастаған. Президент те бұл бағытты қолдап, ерекше көңіл бөледі. Біздің туризм өлкелері, анада біз неге бардық, Алакөлге бардық, Балқашқа бардық, ана күні Боровайда болдық. Енді мінекей ендігі дамытатынымыз өзіміздің теңізіміз бар. Ешкімнен кем емес, тап-таза. Турцияның Анталиясынан кем емес, бірақ та жақсы осындай қонақ үйлер, жататын жерлер, демалатын орындар бар болатын болса керемет болады. Ақтауға жақын қонақ үйлер де бар, барлығы да бар. Жолы салып, осыны дамыту ойымыз бар. Болашақта ең үлкен туризм анау Анталия сияқты жағалау болып кетуі мүмкін. Сондықтан ел жұрт білсін, көрсін, келіп мүмкіншілігін байқасын. Жыл басынан бері әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің өсу қарқыны байқалады. Өнеркәсіп саласының нақты көлем индексі 100,9%-ды құрап, 2689,7 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. 16,5 миллион тонна мұнай өндірілді.
Бұл өткен жылдың осы кезегімен салыстырғанда 0,5%-ға артық. Өңірде өз ісін ашып, кәсібін дөңгелетіп отырған 50,7 мың кәсіпкер тіркелген. Былтыр бұл көрсеткіш 46,7 мың еді, яғни 8,5%-ға өсім бар. Нұркапитал жобасы бойынша 200-ге жуық өтінім түскен. Қосымша республикадан беретін бірде бүгін алып отқан өткен жылы 750 мыңдай ғана, миллиондай ғана ақша болатын. Оны қазір 1 миллиард 800-ге жеткіздік. Бұл микрокредит, оның ішінде ауыл шаруашылығы 1 миллиард 400, қаладағы орта шағын бизнесті дамытуға берілетін осыны 300-400-дің айналасында. Сондықтан осында оған қосымша 2 миллиард 700 миллион ақша өзімізден шығарып отырмыз. Халықты ең алдымен жұмыспен қамтамасыз ету керек. Сонда ғана біз көптеген мәселелерді, оның ішінде халықтың ішіндегі әлеуметтік көптеген сұрақтарды әрбір жұмыс орнының артында жанұя тұрғанын ұмытуға ешкімнің қақысы жоқ. Жұмыс орындарын алып, кіреге алсын, сатып алсын, сол жерде сол халыққа қызмет етіп отыр. Соның бәрі осы енді еркіндік, тәуелсіздіктің арқасы деп білемін. Әр адамның өзінің елінде, өзінің жерінде тұрып, ешкімге жалтаңдамай, қандай да болмасын, өзінің жүрегінен қалаған мамандығын ары қарай жүргізіп келе жатыр. Оның ішінде кәсіпкерлер бар, оның ішінде дәрігерлер бар. Әрқайсының бүгінгі таңда сондай мүмкіндіктері бар. Маңғыстаудағы басты мәселенің бірі халықты баспанамен қамту. Жыл басынан бері 1 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Осылайша бір жылдың ішінде баспанамен қамту 40,4%-ға көбейді. Ал 7-20-25 бағдарламасы бойынша 238 тұрғын өз пәтеріне қол жеткізді. Ауыл шаруашылығы саласында жыл басынан бері 14,6 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Сауда айналымы 158,1 миллиард теңгеге шығып отыр. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында қаңтар айынан бері 33,316 жұмыс орны құрылған. 3 ауысымдық мектепті жою мақсатында жаңа оқу жылында 9 мектеп пайдалануға берілді. Президент экономикаға ден қойып қана қоймай, рухани кемелденуімізге мән береді. Осылайша рухани жаңғыру, ұлы даланың 7 қыры мақалаларын жариялады. Тарихты түлетіп, жаңа көкжиектерге мүмкіндік туды. Мемлекет рухани жаңғырды, сана дамыды, өткен мен бүгінге мән беріліп, тарих ұлықталды. Елбасының тікелей басшылығымен үлкен армандаған бабалардың арманына бүгінгі осыны өмір сүріп отқан азаматтар жетті, өз көзімен көрді, соны көріп отырмыз. Сондықтан қазіргі ағаларымыз да болашақ біздің сол кездің қиындығын көрмеген бүгінгі жастарымыздың өзі де бақытты кезеңде өмір сүріп отырмыз деп ойлаймыз. Тек қана тұрақтылық біз елдің болашағын дамуының қамтамасыз етеді. Соның кепілі бола алады. Елбасымыз рухани жаңғыру бағдарламасы да айтып жатыр ғой, сананың ашықтығы деп. Біздер барлық нәрсеге бейім болуымыз керек. Енді біз қатып қалды, қазақ жабылып қалуымыз керек емес. Біз қазір осындай өркениетті жағдайда, жаһандану жағдайында өмір сүріп жатырмыз. Біздер міндетті түрде шетелге барып, немесе еңбек демалысы болсын, медициналық көмек алу үшін, немесе бір басқа да бір туыстарымызға бару үшін біздер міндетті түрде шет мемлекеттеріне шығамыз. Сол кезде мысалға әрбір азамат өзінің туған жері Қазақстан мемлекеті, мысалға сол жердегі көрген нәрсесін елге әкеліп, бөлісіп, әрі қарай осы қоғамның елдің дамуына атсалысу қажет. Бүгінгі Қазақстан қалыптасқан геосаяси маңызы бар мемлекет. Орасан зор әлеуеті мен өркендейтін болашағы бар ел. Басты жетістігіміз, тәуелсіздігіміз бар. Тәуелсіздіктің арқасы тіліміз келді, діліміз келді, дініміз келді, соның бәрі қазақтың рухы келді. Елбасымен қамқорлығымен мыңдаған осы қазақ жастары, қарапайым қазақ жастары осы бағдарламамен шетелде оқуға мүмкіндік алды. Елдегі бірліктің арқасында шетелде инвестиция құйып жатыр. Біздің әлде де шығар деңгейіміз биік болады деп деметем. Біз 1500 жыл бұрын күлтегін үстінде жазылған мәңгілік ел ұғымын жалпы ұлттық идеяға айналдырып,
елдігіміздің 15 ғасырлық тамырына нәр бердік. Мәңгі жасыл етіп гүлдендірдік. Қайта жаңғырып, жаңа заманауи мемлекет Қазақстан Республикасын құруға ұлы жігер мен күш-қуат алған тарихи жолымыз осы.